естіп жаңағы сөзден иістен тойып риза болып қайтады деген сондай бізде жаңағы поверье жаңағы сондай сенім бізде де бар ғой. Иә. Олар бесінші күні жаңағы Мендигулов дейді. Мендигулов, армысыз, амансыз ба? Армысыз, аманбыз. Иә, сұрағыңыз болса қоя Сұрақ беріңіз. жоқ, не қаздарын қуып атсыңдар аруақ деп. Ойбай, мына не сөз енді мынау? Қуыман қаздарыңды. Қуған ғой қазақтар. Қалай қазыңды қума деген несі? Адастырып атсыңдар елді. Қай жерін адастырып жатыр? Кімді адастырып жатыр? Аруақ адамға көмектеседі дейді, не әңгіме ол вообще? Мұхаммед аруағы бар ма екен? Сен ата-бабаң деген осы жерді сен үшін алып қалған жоқ қой, аруақ қолдасын, аруақ жар болсын деп, а? Тарих оқымағансың ба не? Мендигул? Ол сыймай қалды. Мұхаммедтің аруағы жоқ па онда? Ау, Мендигул. Ол жерде ол завис. Жауап берші. Мұхаммед пайғамбарда қайтыс болып кеткен ғой. Мұхаммед пайғамбарда қазір аруақ. Сендер де соған салауат айтып жүрсіңдер ғой. Салауат деген ол табынудың бір түрі, сыйынудың бір түрі салауат айту деген. Неге оны қайтыс болып кеткен Мұхаммед пайғамбарға салауат айтып жатсыңдар? Микрофондарын өшіріп қойсыңдар. Негізі бұлардың несін түсінбедім бұлар. Бұрын мысалы қазақ өздерін мұсылман десе де жаңағы әруаққа сыйынған ғой мысалы бұрынғылар мысалы да. Мысалы Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи әруағына сыйынған, Бекет ата мысалы. Бұлар неге әруақ жоқ дейді? Бұлардың знаешь кітабында сонда анау неде? Кітаптарында. Бірақ айтып отырмын бұлардың кітаптары болғанмен бұлардың несі дамымағанда нелер ана связь жоқ жаңағы Алламен бұлар жаңағы Құдаймен связьдар жоқ. Қалай связь болады егерде әруақ жоқ болса мысалы? Жоқ, енді араб деген өшетте бар ғой, араб деген. Вообще дамыған халық емес қой кезінде деген. Олар деген көп нәрсені бізден алды қазақтан негізі. Мына Құранға кірістірді бәрін, қазақтан алды да, сосын қазаққа қарсы қойды еще. Мына империяны құлату үшін, үлкен империя қазақтар басқарып отты ғой бұрын. Соны құлату үшін бұлар деген ойлап уже кірістірді да Құранға бәрін. Өйткені ислам дінін жайды олар деген. Күштеп алды, қорқытты, соғысты, әйтеуір үйтіп жеңіп шықты да, бәрін исламға қабылдатты да. Сосын қара қақбаны алды да, қасиетті қылып, соған баруды парыз қылып қойды. Соған барып енді ақмақ десе артық қой, енді ақмақтық қой ол деген барып солардың қалтасын толтырды. Кезінде ол мысалы Өзбек хан деген не қылған дейді, күшпен жаңағы Шыңғизид жаңағы өлтірген жаңағы 138 сұлтанды өлтірген, өзінің туысқандарын өлтірген, ислам қабылдамаған үшін. Иә. Содан Шыңғизидтер қорып қашқан, Россияға қашқан, Қытайға қашқандар бар. Ал халықты не қыламайды екен, ол халық сол күйінде қалып кеткен. Тәңірге сенесің бе, сенесің, христиан ба, христиансың, исламда жаңағы Өзбекстан жақта ислам. Халық қалып кеткен как бы. Одан кейін ана Екатерина патша ғана татар моллар жіберіп не қылған дейді ғой жаңа тағы да. Сол Екатеринаның несі былай қарасаң өтірік не сияқты сезілгенмен, естілгенмен, ал реальный өмірде мысалы север жақ мысалы Астана, Қарағанды, Көкшетау, Қостанай облыстарында Тәңір деген сөз білмейді екен. Бұлар Алла деген сөз біледі. Ал Шымкент, Жамбыл, Алматы, Қызылорда жақта Тәңірі, көк Тәңірі бәрі бар мысалы. Қалып кетті. Батыста да бар ғой, Тәңір. Айтады солай. Сонда қараңыз, сонда Екатерина жібергені рас болып тұр. Ол татар моллалар Тәңір дегенді айтпаңдар, Аллах деп айттыңдар. Осы қай жерге келген север жаққа, соның бәрін айтқызған жаңа. Ал оңтүстік жаққа жете алмаған олар татар моллалар. Өйткені анау Кенесары заманында келген олар, Кенесары заманында соғысты, олар оңтүстіктен қорқып, бір жағынан оңтүстіктің нелері мысалы конкуренция болып, ана молда ишандар. Ал оңтүстіктің даже молдасы болсын, ишан, бәрі ол Тәңір деген, көк Тәңірі, әруақ. Иә, мұсылманбыз деген шығар, бірақ жаңа Тәңір, өйткені кімнің өзі кесене жасайды ғой, жаңағы Әмір Темірдің өзі Қожа Ахмет Яссауиға кесене жасап кеткен. Бұл жаңағы менің пірім, менің нем, жаңағы неге жазып кеткен, соғысқа батқан кезде Тәңірдің қолдауымен мен Тоқтамысқа жорыққа кетіп баратым деп, Тәңірдің қолдауымен деп. Төле бидің
кесенесі Ташкентте бар екен, ол тоже Тәңірден рахмет, Тәңірден не болсын, өз жар болсын, осы әкемізге деп балалары не қылып кеткен жаңа Ташкенттегі Төле биге мазырат жазып қойған Тәңірде. Сонда қараңыз, бұрынғылардың бәрі өздері мұсылман десе де, или оларды мұсылман деп қазіргі айтса да, олар бәрі Тәңірге сенген, әруаққа сенген. Міне мәселе қай жатыр. Оны көбісі түсінбейді. Ойбай, мұсылман деген бір сөзді жаттап алады да, оны кім айтқан, өздерінің айтты ма, айтпады ма айтып. Қойыңыз. Сонда мынау мұсылман дінін қабылдаған 2 миллиардқа жуық адам тупойда, мына жерде отырған бір 100-ге жуық адам ақылды не ма, сонда қалай болды ол? Жоқ, бүкіл әлем ол қабылдаған деген сөзді, мысалы қара, көп сөйледі, қабылдады, қабылдамады, ол во-первых, біз осындай пікірталас болған жоқ. Құран кітабы мысалы аударылды 1992 жылы ғана қазақша аударылды бірінші рет. 1992 жылы. Анау 1400 жыл емес, 1500 жыл емес, 700, 800, 1992 жылы ғана бірінші рет анау Халиф Алтай аударған. Халиф Алтайдың ескінсіз Құран аударған. 1992 жылды салыстырды, и анау жақты салыстыр. Сонда, мысалы, арабтардың өзі былай ғой, түркілерге, Қазақстан жоқ қой, бірақ түркілер Ташкент, не жақсы, түрк халық бәрі жаңағы келген кезде бәрі бір тәңір, көк тәңір деп жүргеннен кейін бәрі, мыналар Алланың тәңір дейді екен, біз Алла дейді екен, бәрі бір екен, бұлар да мұсылман екен ғой деп қалған. Енді ойлаңдар. Олар сонда бізді мұсылман деген. Біз өзіміз мұсылман демегенбіз. Біз Құдайға сенетін адамбыз, тәңіршіл де демеген екенбіз. Тәңіршіл деген сөз ол кейін шыққан, осы жаңадан осы бір шыққаны 20-30 жыл болған шығар. Ал оған дейін біз тәңірге сенетін адамбыз, бұл все қазақпыз, сақпыз, руымызды айтқанбыз. Сонда қара, сонда енді сендер соны ойлайсыңдар ма? Жаңа мұсылман деп айтты, болды деп жаңа олар өзінің тәңіршіліміз деп жүрді фактически. Олар басқалар мұсылман дейді, сосын олар дұрақ па, анау дұрыс. Осының астын тағы бір сұрақ болады да, мысалы, сіздерде демей-ақ қойын, жалпы осы тәңіршілдікте деп айтайын да, мына Жанар ханымда айтады, мына жерде отқан Монада дегенде айтады, жалпы барлығы айтады, тәңіршілдікте жаңағыдай неге крутойлар деп үкіге сыйына, сол дұрыс па? Сонда тәңірді бір Құдай бар екеніне бұрыннан сенген, ислам діні жоқ кезден бастап сенген, бір тәңір бар екеніне сенген. Неге сол тек бір тәңір бар, тек соған ғана сыйынып, соған ғана не қылмайды? Не үшін оған үкіні қосып қояды? Не үшін оған жаңағыдай нелерді қосып қояды? Үкі бар ғой, үкі көп нәрседен қорғайды ғой. Оны атам қазақ бәрін білген ғой, ненің не екенін, сендер соны оқпайсыңдар ма не? Жоқ, бесікке жатқызбайды, біз әлі бесікке жатқызамыз ғой баланы. Арабтар жатқызбайды бесікке. Түсіне қалшы бірінші, дьявол деген кім? Вообще сөйлемей тұрсын. Мен араб туралы вообще сұрақ қойдым. От пен су қасиетті есептеледі, мысалы, тәңіршілікте, жер ананы дейміз, мысалы, жер енді біз бәріміз қайтыс боламыз, жерге кетеміз, былай қарасаң, сосын сүйек етіміз жерге сіңеді, сосын сүйегіміз сіңеді бір кез бәріміз. Сонда как будто біз жер ана бізді асырайды и өлсекте құшағына алады деген сияқты. Ол сосын жеміс жидек береді, тамақ, сиырды, в общем, жер бізді асырайды, жер анамыз деп. Оны қасиетті қыламыз. Өйткені жерден айға барса өмір сүрмейміз ғой. Сондықтан жер анамыз деп біз табиғатпен өмір сүргеніміздей, содан қалған осының бәрі, мысалы, жер ана, оны құрметтейміз. Қазір құрметтеуімізге тек қоқыс қылмай, не қылмай, допустим. Это біріншіден. Екіншіден от пен су. Енді қараңыз, біз адамзатқа өмір сүру үшін жер керек пе? Жер керек. От керек пе? Керек. Қысы күні тамақ не қыласың, газ, от, тамақ істейсің, жылынасың. Бұрынғылар ненің ішінде өмір сүрген, ол кезде газ жоқ, не киіз үйдің ішінде өмір сүрген, от қойған, ортаға ошақ, содан тамақ істейді, жылынады. Енді оны қалай қастерлемейсің? Оның түтіні шығады, оған дейін оттың жаңағы түтіні несі бәрі от. Сосын адам қайтыс болған кезде, ауру адам болса, оны өртеген дей ме? Может, сондай бір деректер бар, анау
значит, ауруды не кылуу үчүн өртөгөн. От сонда микробтарды өлтүрөт. Сол үчүн оттун көп касиети көп да, сосын оны касиет деген от жаңа тамак берет, жылытады, ауруду куртады, бәле жарен мисалы отпен сол ощущение тазалануу, отпен аластау бәрі сол мисалы от. Суды қалайша касиеттемейсиңдер? Адам жемей ғой, суды ішесің мысалы. Су болмаса өлесің. Ыстық күнде песокта қанша адам қырылып қалды мысалы. Сусыз өмір жоқ қой, біздің адам денесі 90% су ғой. Міне мәселе біз сонда мысалы Құдайға сенген мысалы қазақ ең бірінші сонда анау не сияқты болған, доктор, ғалым нелер сияқты болған, как бы өзіне керек нәрсенің бәрін қасиетті, дұрыс деп санаған мысалы. Жер керек па? Керек. Жер оны даже немен ұрма дейтін мысалы. Мен әжем қолымда өстім, таяқпен жерді құр сабама дейтін. Жер ренжиді жаңа. Дұрыс айттың. Сосын қойлар нелерді мал кекке мысалы, таспен ұрма. Сосын отты мысалы от жанып не қылады, оны баспа дейтін, күлін баспа даже. Бұрынғы мысалы олар өздері мұсылман дейтін, мен әжем қолымда өстім. Ол 2000 жылға қайтыс болды, 80 кеп. Суды енді ол суды қасиетті ол енді сондай. Сонда қара біздің қазақтар жаңағы өмірге не керек, соның бәрін сыйлаған, жаңағы қастерлеген, не қылған. Ол дұрыс нәрсе менің ойымша. Иә, ол дұрыс нәрсе. Мен де айтып отқаным сол ғой. Қараңыз, енді бұларды шайып кетеді жаңағыдай, сиініп кетеді. Ол дұрыс емес қой, например, да? Ол енді сиініп деген, например, ол бұрмалау сөзде жаңағыда олға сыймайды. Адам саған қалай көмектеседі келіп? Ол дұрыс емес. Сен әруақты қастерлеп, қорғап, мынандай не қылып жаңағыдай. Өзің дұғаларыңды оқы, болмаса мысалы тәңіршілдікте қалай не қылады? Солай істе. Ол дұрыс. Мысалы ислам дінінде де солай істеледі да. Бірақ бұл жерде сендер араб құлсыңдар, анау арабтармен салыстыра береді да, араб бізді аяғында мына мұсылмандардың. Жоқ, қазақтың мысалы общий массасы мұсылман деп жүргендер, олар әр уақыт жаңа сыйлайды, сыйнады, даже как бы оларда тәңіршілік просто өздерін түсінбей мұсылманбыз деп жүр. Олар мұсылман емес, олар тәңіршіл, бәріміз тәңіршілміз. Қазақ болсаң, сенің руың бар ма? Бар. Атың бар ма? Бар. Шежірің бар ма? Бар. Сен по-любому тәңіршілсің де, бірақ әлі миыңда құйып қойған жаңағы әдет болып қойған мұсылман деген сөз тұрды әлі. Мәселе қай жақ. Сен оған қатысың жоқ та, сен мұсылман деген ол муслим дегеннен шыққан сөз ғой, мысалы, муслим деген сөз естіген шығарсыңдар, иә? Муслим деген сөз сол муслим деген сөзді қазақ енді муслим деп айтпайды, мұсылман деп айтқанда өз қазақша аударып немного былай сонда муслим деген сөз неден шыққан, жаңа арабтар өздері муслим дейді, жаңағы бір Құдайға сенеміз, бір Аллаға сенеміз дейді, соны муслим деген. Біз өзіміз тәңіршіліміз, біз бір Құдайға жаңа бір неге сенеміз, болды. Сонда біз олардың несіне сене алмаймыз, араб бола алмаймыз. Сондықтан біз бәріміз тәңіршіліміз бәрібір. Өйткені біз өз ана тілімізде сенеміз, олар да арабтар өз ана тілінде сенеді. Мәселе қай жақта? Енді қараңыз, бұл жерде жаңағыдай басқа деңгейге теңеп тастау ғой, ол уже біреудің несіне тиіп айтқан деген сөзді, ол конституцияда да, мысалы біреудің жаңағыдай несінде заң бойынша да қолдамайтын нәрсе ғой, жалпы. Бұл жерде араб қол, мынандай мынау деген ондай артық әңгіме айтпай, осылай қазақтың мысалы, например, ырымдарын, нелерін түсіндіріп айтатын болса, онда дұрыс қой, мысалы қара, бір мысал кетейін, араб қол дегенде. Тәңіршілікте де бір тәңір дейді, мысалы, Алла деген сөздің қазақшаға аударғандағысы Құдай тәңір деген мағынаны береді, Алла деген сөз. Ол демек, мұсылмандар да бір Құдайға сенеді, бір тәңірге сенеді, бір Аллаға сенеді, дұрыс па? Жоқ, түсіндім ба, бір тәңірге сенеді, бір Құдайға сенеді, бір Аллаға сенеді. Болды ғой енді. Жарайды, мен жауабын қайтарайын ба, мысалы, қара, жауабын қайтарып көрейін, мысалы. Мысалы, СССР кезінде болды өмір сүріп 70 жыл, мысалы, коммунист, СССР, атеизм, мысалы. Сонда қара, сол кезде біраз адам орысша бітірді, біраз емес, көбісі орысша, қазақша мектеп аз болды, ауылдағылар ғана біз, мен оңтүстіктің ғой, Шымкент, сондықтан біз қазақша бітірдік. Орысша да школ болды, орысша да бітірген, ал Себе жақты орталық қалалардың бәрінде орысша мектеп, қазақша болған жоқ. Шымкенттің өзінде мысалы орысша, сонда орысша бітірді. Москва столица. Сөзіңізді бөлсем болды ма? Бір минут, Алло, естіп тұрсыздар ма? Кешіріңіздер, менде телефон зарядка өліп жатыр еді, қазір өшіп қалады.
соны ескертіп қояйын деп едім ғой. Сізге рахмет, алдын ала айтып қояйын дегенмін ғой. Осылай сабырлы түрде, мысалы, диалог құрса, ешкім қарсы болмайды, например, да? Соны айтқым келген ғой жалпы. бұл жерде дұрыс біздің просто мына ислам діні бар ғой, ислам Москва деп СССР не қылдық қой, біз енді СССР жоқ қазір, мысалы СССР жоқ қазір, жойылып кетті мысалы, допустим, СССР жоқ, Қазақстан бар, Өзбекстан бар, Россия бар мысалы. Енді біз дальше ары қарай жаңағы ойбай жаңағы біз атеистпіз, ойбай біз жаңағы Москва, Ленин дей берсек, орысша ғана білу керек, сөйлеу керек, орысша сөйлеңдер, қазақ сөйлемеңдер деп сөйте берсек, бізді кім дейсіңдер? Орысқұл дейсіңдер, дұрыс па? Сол сияқты жаңағы қазақты кемсіте берсеңдер, мысалы не қыла берсеңдер, төккен Мекке, Каба, Мұхаммед, сахабалар бәрін айта берсеңдер, ойбай соған қаж жаса, қаждың зиярат. Соған ғана зиярат жаса, мынау болмайды, біздікі. Онда кім дейміз сендер де ойлайсыңдаршы? Араб құл демегенде кім дейміз? Бұл жерде құдайға сыйыну ғой ол, құдайға сыйыну. Например, дұрыс ол, мысалы, намазда араб тілінде оқылады. Ол енді дұрыс араб тілінде оқылғаннан кейін